Қалай келдің, солай кетесің. Бір күні көршінің үйінен келе жатқан апамыз үйге күрсіне келіп, атамызға әбден бекіп алыпты, кеткелі жатыр деді. Атамыз біраз отырды да асықпай қозғалды. Көрші үйге қарай тартты. Апам үн-түнсіз қала берді. Ол кезде біздер баламыз, атамның ізінше әлгі үйге еніп кірдім. Көршінің әйелі жылап жүр, киімдерін жинап жүр екен. Екі баласын киіндіріп қойыпты. Атам кіріп барғанда сәлем салған келіншек, ата, айтпай-ақ қойыңыз, неге келгеніңізді түсіндім. Мен енді төзе алмаймын, болды. Қаншама шыдадым, деді. Өздеріңіз көріп біліп отырсыздар, мені енді тоспаңыздар. Кетем дедім ба, кетем деп сумкасының аузын жауып жатты. Сонда атам, қарағым, сенікі де жөн деп біраз отырды да, келіншекке, қарағым, осы сен осы үйге келгенде нешеу едің, деп сауал қойды. Келіншек жауап бергісі келмесе де, атамнан именіп, бір өзім деді. Ендіше қалай келдің, солай кетесің. Алдағы екеуін шешіндір, руы бөлек өзге әулетке жәутеңдетпе. Мұнда да ел бар, аштан өлмейді, көштен қалмайды, деді. Өз жұртының ішінде өссін, ата дәстүр солай деп сөзін салмақтап аяқтады. Сонда не болды дейсіздер ғой? Келіншек өкіріп жылап, екі баласын бас салды. Мен бұларды қалай тастап кетем, ата? Бұлар менің қолқа жүрегім ғой деп киімдерін киіп, томпиып тұрған екі баласын құшақтап отыра кетті. Жылап отырып, екі баласын шешіндіре бастады. Атам, Алла разы болсын айналайын. Алла жарылқайды сені деп бетін сипады да шығып жүре берді. Кейінгі бір отырыста қазір әже болған сол келіншектің несіне түсірдім осы оқиғаны. Әлде қашан дүниеден өтіп кеткен атама ризашылық айтып, сол екі баланы құшақтап отырған қалпында қалып қойдым ғой. Міне содан әлі отырмын деп басын шайқап қойып, мәз болып күледі. Сол кездегі екі кішкентай баладан кейін тағы 4 бала туып, отбасы үлкен ордаға айналып, әулет болған.